Мен көп балалы отбасында өстім. Үнемі жетіспеушілік. Бөлмеміз біреу-ақ еді. Әкем де, шешем де бізбен бірге жататын. Әр түн олардың сыбырлаған дауыстары мен ыстық демдері бізді оятып жіберетін. Әуелде түсінбедім, бірақ уақыт өте келе олардың не істеп жатқанын көзіммен көрдім. Сол көріністерді көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, денем қызып кететін. Қорқатынмын, бірақ көзімді алмай қарайтынмын. Қараған сайын ішімде белгісіз бір құштарлық ояна берді. Өзімді кінәлі сезінсем де, сол сәттер мені өзгертті. Түнгі дыбыстар, ах, ох, деген дыбыстар, ата-анамның құшақтасуы, бәрі де есімде мәңгі қалып қойды. Сол кезден бастап менің жанымда балаға тән аңғалдықпен қатар тыйым салынған бір от тұтанып үлгерген еді. Бір күні әкемнің бөлесі маған жақындады. Ол менен 10 жас үлкен еді. Көзінде қатты бір ниет бар екенін түсіндім. Тоңқайып тұр деді ол, дауысы күрлегенмен әмірледі. Қорықтым, бірақ қашып кетуге батылым жетпеді. Жүрегім дүрсілдеп, бүкіл денем қалшылдады. Қарсылық білдіргім келді, бірақ қол-аяғым қатып қалғандай болды. Ол маған тиісіп бастаған жанымдағы қорқыныш пен ұят бар еді. Дегенмен ең қорқыныштысы ішімнен бір жылы сезімнің оянғаны. Сол сәттен кейін мен үнсіздіктің тұтқынына айналдым. Ешкімге айтпадым. Бала болсам да бәрін түсіндім, бірақ айтсам да ешкім сенбейтіндей көрінді. Момын болдым, үнсіз болдым, ал ішімде тыйымды бұзған бір сезім мәңгі қалып қойды. Түнде ата-анамыздың сыбырын есту біз үшін әдетке айналды. Бірде ағам екеуміз ойнап отырып, папа-мама ойынына көштік. Әуелде ол ойын ғана сияқты еді, бірақ уақыт өте келе ойын шындыққа айналды. Ағам мені құшақтап еркелеткенде жүрегім дүрсілдеп, денем әлсіреп кететін. Қарсылық білдіргім келгенмен тәнімнің өзі оны аңсай бастады. Бір түнде ол мені төсегіне тартты. Сол сәттен бастап ойынның шегі жойылды. Жаным қорықса да тәнім құмарлықтың отына беріліп кетті. Ағамның ыстығы мені арбап, күн сайын сол сәтті күтетін болдым. Бірақ әр құшақтан кейін жанымда ұят пен қорқыныш қоса оянатын. Жасым ұлғайған сайын тыйымды бұзу жеңілдей берді. Бір күні нағашымды маған тиісіп бастады. Алғашында қарсы тұрдым, бірақ оның өктем қимылдары менің әлсіздігімді әшкереледі. Оның құшағында тағы да қорқыныш пен ыстық араласып кетті. Жүрегім қарсылық білдірсе де, тәнім қарсы тұра алмады. Сол сәттен бастап менің құпиям тағы біреумен бөлісті. Әрбір құшақтан кейін өзімді жоғалтып алғандай күй кештім, бірақ жаным тыныштық таппады. Қайтадан құмарлық іздедім. Бәлкім ішімде біреу мені шын сүйіп қалар деп үміттендім. Бірақ оның орнына құмарлық қана табылды. Уақыт өте келе мен мүлдем порокам кеттім. Алдымен кластасым құшағын алды. Мектептен қайтып келе жатқанда ағаштың тасасына апарып тоңқайтып итерді. Қолымен белімді, екі омырауымды қысып сүйіп, ыстық демімен мені арбап алды. Қарсылық білдірмедім. Керісінше сол сәттің ыстығына беріліп кеттім. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, денем ысып-суып сала беретін. Сезімге беріліп, ауыл сыртында барып, талай рет көлікті селкілдеткен кездер болды. Көліктің ішінде орындықты қайсайтып, түймелерімді ағытып, төңкерілген екі анарымды баппен сүйе бастады. Мен де қарап қалмай, қолдарың сумаңдап, оның әр жерін сипалап өліп барамын. Сол түн екеуміз таңға дейін махаббатпен айналыстық. Төсекте күшті итерседі дегенді естіген достарды назар аударды. Бірақ сыйлық беріп, бірі жылы сөз айтып, ақыры төсегіне шақырды. Әрқайсысының құшағына кірген сайын жүрегімнен бәлкім осы сүйетін шығар деген үміт оянды. Бірақ бәрінің мақсаты бір болды. Әрбір түннен кейін босап қалғандай болдым. Бірақ таң атқан сайын тағы да құмарлықты аңсайтын болдым. Тәнім тоқтамады, ал жаным әлі де сүйіспеншілікті іздеп жүрді.
Жасым 19-ға келгенде тағдырымды өзгертетін жанды кездестірдім. Ол 40-тағы жанұялы ер адам еді. Ол жас жігіттерде емес, асықпайды, әр қимылы салмақты. Алғашқы түнінде-ақ ол мені толық қанағаттандырып алды. Мен қарсыласпадым, керісінше соның құшағында өзімді мәңгі әйел сезіндім. Ол маған жылы сөздер айтты, құшақтап жұбатты, әрбір қимылы мені бұрынғыдан да терең құмарлыққа батырды. Оның жанында мен өзімді ерекше көрдім. Кейін ол, егер бірге болғың келсе, тұрмысқа шығасың деді. Мен келістім, өйткені бұдан артық жанды кездестірмейтіндей көріндім. Қазір 20-дамын. Өмірімде талай тыйым аттап, талай еркектің құшағынан өттім. Тәнімнің құмарлығы көп рет қанағаттанды, бірақ жаным әлі де тыныштық таппады. Мен ішімнен бақытты отбасыны аңсадым. Кішкентайымнан бері арманым мейірім мен сүйіспеншілікке толы жанұя еді, бірақ өткен өмірім мені мазалайды. Отбасында жылулықты көрмей өстім. Жанұялы еркектің құшағында жүргенімде жүрегімде екі қатар сезім оянды. Құмарлық пен қорқыныш. Ол мені шынымен сүйеді ме? Әлде мен де оның өміріндегі өткінші сәт болып қала беремін бе? Осы сұрақ мені мазалайды. Бірақ соған қарамастан мен үміттенемін. Бәлкім уақыт өте келе мен шын бақытқа жетермін. Бәлкім құмарлықтан бөлек шынайы махаббатты маған бұйырар. Ал әзірге мен оның құшағындамын, үміт пен қорқыныштың арасында. Менің басымнан өткен бұл барлық оқиға тек менің ғана емес, басқа да балалар үшін сабақ боларлық. Тәрбие тал бесіктен басталады. Ата-ана баланың көзінше тыйым салынған көріністі көрсетсе, бала санасына дұрыс емес әсер етіп, болашағына кері ықпал етеді. Сондықтан өзіңнің жүрегіңмен әрекеттеріңді, әр сөзіңмен, әр ісіңді ойлап жаса. Балаға тек мейірім мен дұрыс үлгі қалдыр. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.